қалай мүлде басқа адам болуға болады? Сіздер естімедіңіздер. 7 күнде максимально ойды, сананы, миды төңкеріп тастауға болады. Қалай? Бүгін біз дәл осы жерде айтатын боламыз достар. Бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің лайфхактарыңызды, өздеріңіздің өмірлік тәжірибелеріңізді жазып кетіңіздер. Менің инстаграм мәліметті желіме тіркеліңіздер. Бұл болашақ мөлдің арнасы. Кеттік, бастаймыз. Фрик мод. Фрик мод деген не нәрсе? Фрик ағылшын тіліне аударғанда біртүрлі басқаша, адамдарға ұқсамайтын деген мағынаны білдіреді. Енді мод деген түсінікті. Осылайша, егер де фрик модты қосамыз, бір апта бойы фрик модты қосамыз, яғни сен аласың, фрик модты қосасың. Фрик мод бір түрлі боласың. Қалай? Сен адамдар сияқты жасайды. Адамдар жасайтын нәрсені жасамайсың. Адамдар не нәрсе жасайды? Олар енді көп адамдар, иә, адекватты тұрғыда қарамаған кезде. Олар дискотекаға барады, олар ойын ойнайды, олар бір видеолар қарайды, олар развлекательный контенттер қарайды. Сен аласың, олардың бүкілін өмірден алып тастайсың, яғни жаман дофаминдердің бүкілін өмірден алып тастайсың. Алып тастағаннан кейін сенің басты ішің пысады ғой, енді бәрібір де ішің пысады. Сенің ішің қалғаны жай ғана потолокқа қарап отыру. Болды. Сен басқа нәрсе жасай алмайсың, өйткені сенде фрик мод. Сен фрик мод режимді қостың. Бірінші күн өтеді, ішің пысады, екінші күн, үшінші күн, төртінші күнде сен үйрене бастайсың. Окей. Жаңадан идея бар, давай кітап оқи тұрайын, давай оқымаған кітаптарды оқып көрейін, ашып көрейін, қандай нәрсе бар екен. Қарайсың. Жаңадан идеялар аласың, жаңадан ойлар аласың. Бүкіл жаман әдеттерін лақтырып тастап, бір апта өтеді, сен мүлде басқа адамсың. Сенің ойың басқа, сенің миың басқа, сен басқаша бір деңгейдесің, сен басқаша бір өзіңді сезіну үстіндесің. Сен фрик модты қосын өйткені. Осылайша сен фрик модты қосу арқылы өміріне толыққанды трансформация жасай аласың. Бұның арқасында сен жаңадан белестерге, жаңадан ойларға, жаңадан идеяларға жетесің. Біз айтып өткендей. Сен бір апта жасап көр, сен түсінесің. Қаншалықты бұл сенің өмірің үшін өте маңызды екенін, бұл қаншалықты сенің өмір үшін керемет тосынсый екенін. Достар, ешкеттік. Келесі видеоға кездескенше, кездесеміз. Міндетті түрде Teenager Club қосылыңыздар. Teenager Club бұл менің авторлық қосылым 3 блоктан тұрады. Бірінші блокта біз жақсы әдеттер қалыптастырамыз, екінші аптада, жаңа фрик модта айтқан сияқты. Екінші аптада біз болашағымызды жазамыз, үшінші аптада біз қаржылай сауатты боламыз. Достар, толық ақпарат ссылкада, описанияда ссылкада. Достар, келесі видеоға кездескенше фрик модты қосып көрейік.